заң адамы да айыпталуы тиіс. Сот орындаушы өз құзырын дұрыс пайдалануы керек. Билік халықтан қорқу керек. Бүгін жалпы тақырып сот орындаушы туралы болмақ. Oh my! Сот орындаушының ісінің, әрекетінің дұрыс па, дұрыс емес па, сол туралы талқылайтын боламыз. Конкретно бір кейсті қарастырайық. Алимент өндірілу туралы бұйрық шығарылды сотпен. Ары қарай сот орындаушыға беріледі. Сот орындаушы алимент өндіруге кірісіп кетеді. Сонымен өзінің қаулысын шығарады. Белгілі бір уақыттан бастап осындай қарыз суммасы шыққаны туралы. Борышкер инвалид адам. Вот тогда... Вот это поворот! Сол инвалид адам бізге шағым келтіреді. Мына сот орындаушы менің құқықтарымды жерге таптап жатыр. Алиментті дұрыс есептеп жатқан жоқ, деп сондай уәжбен келеді бізге. Бұл ол кісімен шартқа отырып, ол кісінің ісін қолға аламыз. Сөйтіп сот орындаушының қаулысымен танысамыз, материалымен танысамыз. Қарасақ, сот орындаушы алиментті дұрыс есептемеген екен. Сол себепті сот орындаушылар және сот орындаушы құзыры туралы заңға сәйкес сот орындаушыға біз арыз келтіреміз. Арызда өз уәжімізді айтамыз. Яғни, сіз алиментті дұрыс есептемегенсіз. Не үшін? Өйткені 2019 бен 2020 жыл аралығында борышкер мен талапкер, яғни бұрынғы әйелі мен бұрынғы күйеуі бірге тұрған. Осы бір жылғы уақытты сіз кейін шегеруіңіз керек. Себебі олар бірге тұрған және борышкер, яғни бұрынғы күйеуі әйеліне көмектесіп, қаражатпен де, киіммен де, тамақпен де барлығына көмектескен, баланың тәрбиесіне қатысқан деп өз уәжімізді, арызымызды келтіреміз. 26 тамыз 2021 туралы осы арызды біз түсіреміз сот орындаушыға. Трекинг кодпен біз қараймыз. Трекинг кодта жазылып тұр, яғни 27 тамыз күні біздің арызымызды сот орындаушы қабылдады. Ал жауапты осы арызға тек қана 25 қазан 2021 жылы жібереді. Яғни 2 айдан кейін. Ал сот орындаушы мәртебесі және сот орындаушы туралы заңына сәйкес арыз түскеннен кейін 5 жұмыс күн ішінде ол жауап беруі тиіс еді. Бірақ 5 жұмыс күн емес, біз 2 ай күтуге мәжбүр болдық сот орындаушының жауабын. Кто все эти люди? Яғни сот орындаушы өз жауабында мына ерлі-зайыптылардың бірге тұрған уақытын ескермей, қарыз сол қалпы қалды. Яғни 2.244.294 теңге болып қарыз сол қалпы қалды. Ёбушки-воробушки. Әрине, біз сот орындаушының арызымен келіспедік. Яғни 5 күнде жауап беру керек еді, 2 айдан кейін жауап берді. Бірге тұрған уақытты санамайды. Сондықтан бұл қаулыға біз әкімшілік арыз түсірдік. Әкімшілік арыз түсіріп, істі қарауға сотқа кетті. Сөйтіп біз сотта қаралады. Сотта бұл іс 2 ай қаралды. 2 айдан кейін сот арқылы барлығы анықталып, біздің пайдамызға сот шешімі шығады. Яғни, бұл сот орындаушының қаулысын күшін жою туралы. Я просто похлопаю. Нақты айтқанда, сот орындаушының біздің арызды уақытылы қарамағандығын заңсыз деп табу туралы сот шешімі шықты. Онымен қоса, мына 2019-да қыркүйек және қазан айындағы алиментті алып тастау туралы
өз шешімін шығарды. Бұнымен қоймай, біз шағымдандық сотқа, яғни сот орындаушының үстінен әкімшілік жаза қолдансын деген. Сөйтіп, сот өзінің ұйғарымын шығарады. Ол сот орындаушыға шара қолдануы туралы, яғни сот орындаушылар палатасына осы ұйғарым жіберілді. Ол сот орындаушыға белгілі бір шара қолдансын деген. Ең жоқ дегенде сот орындаушыға сөгіс берілу керек. Бұл не деген сөз? Заң адамы да айыпталуы тиіс. Сот орындаушы өз құзырын дұрыс пайдалану керек. Билік халықтан қорқу керек. Осы видео ұнаса, лайк басыңыздар, ұнамаса, дизлайк басыңыздар. Мен демократиялық көзқараста қараймын. Тым құрмағанда интернет желісінде достарыңызбен, тума-туысқандарыңызбен бөлісіңіздер. Мен сіздерден реакция күтемін.